Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ауыз су қоры не себепті азаятынын білесің бе? Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздерді сөздікке жазып алайық. Ауыз су, жарамсыз, тасқан, жайылым, көмірқышқыл, бу. Айтылым тапсырмасы бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ: суретте не бейнеленген? Судың қандай түрін білесің? Ауыз суды қайдан аласың? Отбасыңда суды қалай үнемдейсіңдер? Екінші тапсырма: жаңа сөздерді суреттермен сәйкестендір. Осы сөздерді пайдаланып, сөз тіркестерін құра. Жаңа сөздер: ауыз су, жарамсыз, теңіздегі тасқындар, мал жайылымы, көмірқышқыл газы, бу. Бағалау парағы: сұрақтарға жауап береді, 2 ұпай. Сұрақтарға жауап беру барысында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтайды, 1 ұпай. Тірек сөздер мен суреттерді сәйкестендіреді, 1 ұпай. Тірек сөздерді пайдаланып, сөз тіркестерін құрады, 2 ұпай. Жазылым тапсырмасы, 3-ші тапсырма. Ауыз су қорының азаю себебін білесің бе? Деген тақырыпта 11-12 сөйлемнен тұратын досыңа хат жаз. Бағалау парағы: досына хат жазады, 2 ұпай. Хатта ауыз су қоры туралы мәселені көтереді, 1 ұпай. Жазу сауаттылығын сақтайды, 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.